Сәлем, достар. Бүгінгі 24 тамызға арналған жұлдыз жорамалдарыңызды қарсы алыңыздар. Бүгін әрқайсыңызға жаңа мүмкіндіктер, тосын сыйлар мен өмірлік сабақтар сыйлауы мүмкін. Әр белгіге арналған кеңестерді мұқият тыңдаңыздар, себебі бүгінгі жұлдыздардың әсері сіздің көңіл күйіңізге, қарым-қатынасыңызға, тіпті болашағыңызға ықпал етуі әбден мүмкін. Ендеше бірге тыңдап, жұлдыздардың қандай сыр айтатынын білейік. Тоқты. Бүгін тоқтылар үшін ерекше серпіліс пен жаңа идеялардың күні болғалы тұр. Сіз әдеттегідей батылсыз, шешім қабылдауда тайсалмайсыз, бірақ дәл осы 24 тамызда асығыс шешімдерден сақ болу керек. Жұлдыздар сізге бір сәтке тоқтап, бәрін ой елегінен өткіз деп ескертіп тұр. Жұмыс пен қаржыда жоспарларыңыз нақты болса, жетістікке жетуіңіз әбден мүмкін. Әсіресе таңертеңгі уақыт жаңа жобаларды бастауға өте қолайлы. Қызметтестеріңіз сізге сенім артып қолдау көрсетеді. Ақша мәселесінде күтпеген жаңалық болуы мүмкін, біреу қарызын қайтарады, немесе бұрын еңбектенген жұмысыңыздың жемісін көресіз. Махаббатта бүгін тоқтылардың жүрегі ерекше нәзік болады. Қарым-қатынастағылар серіктерімен жылы сөйлесіп, бірге болудың жаңа қырын ашады. Ал жалғыз жүрген тоқтыларға тосын таныстық күтілуде. Бірақ асықпаңыз, жұлдыздар әрбір жаңа таныстықты ақырындап зерттейді. Денсаулық пен көңіл күй сізге таза ауада серуендеу, спорт пен шұғылдану пайдалы. Қуатыңыз артып, ішкі рухыңыз нығаяды. Бүгін басталған жақсы әдеттеріңіз ұзаққа созылады. Жалпы алғанда, бұл күн тоқтылар үшін алға жылжудың, шабыт алудың күні. Тек сабыр сақтап ойланған қадам жасасаңыз, жетістік сіздің жағыңызда болады. Торпақ. Бүгінгі күн торпақтар үшін тұрақтылық пен сабырлықты қажет етеді. Сіз көбіне ойыңызға алған нәрсені асықпай орындайсыз, бірақ дәл осы күні жұлдыздар сізге батылдық танытып, жаңа қадам жасауға кеңес береді. Кейде өмірде кішкене тәуекелге бару қажет, ал бүгін сол сәттің бірі болуы мүмкін. Жұмыс пен қаржыда торпақтардың еңбекқорлығы жемісін береді. Жұмыста басталған істі соңына дейін жеткізу сізге үлкен абырой сыйлайды. Жаңа ұсыныстар мен пайдалы әріптестік күтілуі мүмкін. Қаржы жағынан ақылды шешім қабылдай білсеңіз, артық шығыннан құтыласыз. Күтпеген кірісте болуы ықтимал, мысалы, бұрынғы еңбегіңізді бағалап, сыйақы берілуі мүмкін. Махаббатта торпақтар үшін романтикалық сәттер күтіледі. Қарым-қатынастағылардың сезімі нығаяды, бірге уақыт өткізу ерекше әсер қалдырады. Ал жалғыз торпақтар бүгін жаңа таныстық орнатуы мүмкін. Жұлдыздар сізге жүрегіңізді жаба бермеңіз, ашық болыңыз деп ескертеді. Денсаулық пен көңіл күй сізге денсаулығыңызға көбірек көңіл бөлу қажет. Дене жаттығулары, дұрыс тамақтану және серуен сізді сергек етеді. Бүгін рухани тыныштықты да іздеңіз, кітап оқу, музыка тыңдау немесе табиғат аясында уақыт өткізу жан дүниеңізді тыныштандырады. Жалпы алғанда, торпақтар үшін бұл күн тұрақтылықты сақтай отырып, жаңа мүмкіндіктерге қадам басудың уақыты. Сіздің табандылығыңыз бен шыдамдылығыңыз көп нәрсеге жеткізеді. Егіздер. Егіздер, бүгін сіздің ойыңыз бен қиялыңыз ерекше биікте болады. Көптен бері жинақталған идеяларыңыз бен жоспарларыңыз іске асуға жақын. Бұл күн сіз үшін жаңалықтарға, жаңа байланыстарға толы. Әңгіме барысында сіздің сөздеріңіз адамдарға әсер етіп, айналаңыздағы ортаның сізге құрметпен қарауына себеп болады. Жұмыс пен қаржы саласында күтпеген ұсыныстар тууы мүмкін. Мүмкін жаңа табыс көзіне жол ашылады, немесе бұрын бастаған ісіңізден нәтиже аласыз. Қаржылық істерде абай болыңыз, артық шығыннан аулақ жүріңіз. Жаңа жоспар құруға ең қолайлы күн. Жеке өмірде егіздер ерекше тартымды көрінеді. Жақын адамыңыз сізге көбірек көңіл бөліп, сіздің пікіріңізді тыңдағысы келіп тұрады. Ал жалғыз егіздерге жаңа таныстықтар пайда болады. Бір қарағанда қарапайым әңгімеден үлкен достық немесе сезім туындауы әбден мүмкін. Денсаулығыңызға мән беріңіз, ұйқыңыз толық болсын, дұрыс тамақтаныңыз. Артық ой мен уайымға берілмей, өзіңізді еркін ұстауға тырысыңыз. Бүгінгі күн сізге жаңа серпін сыйлайды, ал бұл серпінді дұрыс бағытта қолдана білсеңіз, жетістіктер алыс емес. Егіздер, бүгінгі күніңізді дұрыс пайдаланыңыз, сізге мол мүмкіндіктер берілмек. Шаян.
Шаяндар үшін бүгінгі күн ерекше сезімталдық пен көңілдің тереңдігін сыйлайды. Сіз айналадағы адамдардың шынайы ниетін тез сезесіз, сондықтан жалғандықты бірден байқайсыз. Бұл қасиет сізге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Жұмыс пен тұрмыста кейбір кішігірім қиындықтар кездесуі мүмкін. Бірақ сіздің сабырлы мінезіңіз бен табандылығыңыздың арқасында бәрі өзімен шешіледі. Жаңа істі бастауға асықпаңыз, алдымен ескі жоспарларыңызды толық аяқтаған жөн. Әрбір ұсақ түйекке мән беріңіз, дәл солар сізге үлкен нәтиже алып келуі ықтимал. Қаржы мәселесінде тұрақтылық күтіледі, бірақ жоспарланбаған шығындарға дайын болыңыз. Бұл уақытша ғана жағдай, алдағы күндері қаржылық тепе-теңдік қайта орнына келеді. Жеке өмірде жақын адамыңызбен әңгімелер көбейіп, арақатынас нығаяды. Кейбір шаяндар үшін бұл күн жаңа бастамаларға толы, өз сезімін мойындау немесе жаңа қарым-қатынас бастау мүмкіндігі бар. Жалғыз шаяндар күтпеген жерден ерекше жанмен танысып, жүрегін елжірететін сәтті бастан өткеруі мүмкін. Денсаулығыңызға көңіл бөліңіз, артық эмоция мен күйзелістен арылу үшін таза ауада серуендеп, денеңізді жеңіл жаттығулармен қозғалтқан дұрыс. Шаяндар, бүгінгі күніңіз өзіңізді тыңдап, жүрегіңіздің үнін есту үшін ең қолайлы сәт. Арыстан. Арыстандар үшін бүгінгі күн өзіндік қуат пен батылдықты талап етеді. Сіз қай ортада болмасаңыз да көшбасшы болып көрінесіз. Бүгінгі таңда сіздің сөзіңіз бен ісіңізге көп адам құлақ асады, сондықтан айтқаныңызды ойланып жеткізу маңызды. Жұмыста жаңа мүмкіндіктер ашылып, бастамаларыңыз сәтті жүреді. Басшылық немесе әріптестер сіздің еңбегіңізді мойындауы мүмкін. Егер көптен бері ойыңызда жүрген жоспар болса, бүгін сол үшін алғашқы қадам жасауға қолайлы күн. Қаржы саласында табыс көзін кеңейтуге мүмкіндік бар. Кейбір арыстандар үшін бұл қосымша табыс көзі, ал кейбір үшін күтпеген қаржылық қолдау болуы мүмкін. Дегенмен шығынға абай болыңыз, артық әдемілікке, сәнді заттарға ақша шығындап қоюыңыз ықтимал. Жеке өмірде отбасылық қарым-қатынас пен махаббат тақырыбы алдыңғы орынға шығады. Жақын адамыңызға көңіл бөліп, уақыт арнасаңыз, арадағы сенім мен түсіністік күшейеді. Ал жалғыз арыстандар үшін бұл күн тосын таныстыққа толы, жүрегіңізді жаулап алатын жан өміріңізге қадам басуы мүмкін. Денсаулыққа қатысты күш пен сергектік жеткілікті. Бірақ шамадан тыс эмоция мен стресс сізді әлсіретпеу үшін тынығуға уақыт табыңыз. Музыка тыңдау, спортпен айналысу немесе табиғат аясында серуендеу сізге пайдалы. Арыстандар, бүгінгі күніңіз өзіңізді көрсетіп, армандарыңызға тағы бір қадам жақындайтын сәт. Бикеш. Бикештер үшін бүгінгі күн ерекше жауапкершілік пен ұқыптылықты талап етеді. Сіздің табиғи мұқияттығыңыз бен жоспарға бейімділігіңіз кез келген істі сәтті аяқтауға көмектеседі. Күнді дұрыс ұйымдастырсаңыз, аз уақыттың ішінде көп нәрсеге қол жеткізесіз. Жұмыста жаңа міндеттер мен тосын тапсырмалар тууы мүмкін. Әдетте сіздің ұсақ түйекке мән беретін мінезіңіз өзгелерге кедергі сияқты көрінгенімен, дәл бүгін осы қасиетіңіз үлкен пайда келеді. Басшылық сіздің кәсібилігіңізді бағалап, жаңа сенім артуы ықтимал. Қаржы саласында тұрақтылық сақталады. Дегенмен бүгін үлкен шығындардан аулақ болған жөн. Қосымша табыс табу идеялары туындауы мүмкін, сол ойларды кейін жоспарлап жүзеге асырсаңыз, жақсы нәтиже береді. Жеке өмірде түсіністікке ерекше мән беріңіз. Қарым-қатынаста серігіңізбен ашық сөйлесіп, бір-біріңізді тыңдай білсеңіздер, араларыңыздағы байланыс нығая түседі. Ал жалғыз бикештерге бүгін жаңа таныстыққа қадам жасауға қолайлы уақыт, достар ортасы немесе әлеуметтік желі арқылы қызықты адаммен байланыс орнауы мүмкін. Денсаулық тұрғысынан ұйқы мен дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Бүгінгі сергектігіңізді сақтау үшін жеңіл серуен немесе дене жаттығуларын жасаған пайдалы. Бикештер, бүгінгі күніңіз өміріңізді ретке келтіріп, ішкі үйлесімділікті табуға мүмкіндік беретін ерекше сәт. Таразы. Таразылар үшін бүгінгі күн баланс пен үйлесімділікті сақтауға бағытталады. Сіз үшін ең бастысы, ішкі тыныштық пен айналаңыздағы адамдармен жақсы қарым-қатынас. Әдеттегі сыпайылығыңыз бен дипломатияңыз кез келген жағдайды шешуге көмектеседі. Жұмыста сіздің ойларыңыз бен ұсыныстарыңыз ерекше бағаланады. Әдетте басқалардың пікірін ескеріп, ортақ мәмілеге келуге тырысасыз. Бұл қасиетіңізді әріптестеріңіз жоғары бағалайды.
Жаңа жобаларға қатысуға мүмкіндік туса, ойланбай қабылдағаныңыз жөн, дәл осы қадам сізді алға жетелейді. Қаржы саласында күтпеген табыс көзі пайда болуы мүмкін. Бірақ үлкен шығынға барудан абай болыңыз, әсіресе эмоцияға беріліп, қажетсіз зат алудан қашыңыз. Жоспар құрып, нақты есеппен әрекет ету бүгінгі басты кеңес. Жеке өмірде нәзік сәттер тууы ықтимал. Сезімге беріліп, артық сөз айтып қоймауға тырысыңыз. Таразылар үшін махаббатта тепе-теңдікті сақтау маңызды, сондықтан сабырлылық пен шыдамдылық танытсаңыз, қарым-қатынасыңыз нығая түседі. Ал жалғыз таразыларға бүгін жаңа танысу, романтикалық кездесу ықтимал. Денсаулығыңызға да назар аударыңыз, артық күш түсіруден аулақ болып, жеңіл жаттығу, таза ауада серуендеу жақсы әсер береді. Таразылар, бүгінгі күніңіз жаңа мүмкіндіктерді байқауға, қарым-қатынастағы нәзіктікті сезінуге және өміріңізге әдемі үйлесімділік енгізуге арналған. Саршаян. Саршаяндар үшін бүгінгі күн терең ойға шомып, болашаққа нақты жоспар құруға таптырмас уақыт. Сіз кейде эмоцияңызды жасыра білесіз, бірақ дәл бүгін ішкі түйсігіңіз ерекше жұмыс істеп, шешім қабылдауда сізді алға жетелейді. Жұмыс пен мансапта батыл қадамдар жасауға мүмкіндік бар. Бастықпен немесе әріптестермен пікірталас туса да, сіздің дәлеліңіз бен табандылығыңыз жеңіске жеткізеді. Қаржылай тұрғыда күтпеген ұсыныс немесе пайда болуы мүмкін, бірақ сенімділікке көз жеткізбей, тәуекелге бармағаныңыз жөн. Жеке өмірде сезімдеріңіз ерекше өрбиді. Жақыныңызға назарыңыз бен қамқорлығыңызды көрсетсеңіз, арадағы түсіністік одан сайын күшейеді. Ал жалғыз жүрген саршаяндарға жаңа таныстық орнатуға қолайлы күн. Сізді ерекше тартатын жан кездесуі әбден мүмкін. Бүгін өзіңізге де уақыт арнауды ұмытпаңыз. Рухани дамуға арналған кітап оқу, медитация немесе табиғатта серуендеу жан дүниеңізді тыныштандырады. Денсаулық тұрғысында ас қорытуға назар аударыңыз, дұрыс тамақтану маңызды болмақ. Саршаяндар, бүгін сіздің күш-қуатыңыз бен табандылығыңыз сізді биікке жетелейді. Бүгін қабылданған шешімдеріңіз болашағыңызға әсер етпек. Мерген. Мергендер үшін бүгінгі күн еркіндікке, жаңа тәжірибелерге және қызықты бастамаларға толы болмақ. Сіздің табиғатыңыз әрқашан ізденіс пен шытырманға бейім, ал дәл осы күні өмір сізге тосын сыйлар ұсынады. Жұмыс саласында шығармашылық идеяларыңыз жүзеге асуы мүмкін. Әріптестеріңізбен ой бөлісіп бастамашылдық танытсаңыз, қолдау табасыз. Бастықтар да сіздің ерекше көзқарасыңызды бағалайды. Қаржылай тұрғыда қосымша табыс табу немесе күтпеген ақшалай пайда ықтимал, бірақ асығыстықпен шығынданудан сақ болыңыз. Жеке өмірде мергендер үшін қарым-қатынастар ерекше рөл ойнайды. Жақыныңызбен ашық сөйлесу түсіністікті арттырады. Ал жалғыз жүргендер үшін саяхат кезінде немесе күтпеген жерде танысу мүмкіндігі жоғары. Сіздің табиғи харизмаңыз бен шынайылығыңыз көпшілікті өзіңізге тартады. Бүгін денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Шамадан тыс шаршауға жол бермеңіз, әсіресе физикалық белсенділік кезінде. Жеңіл жаттығулар немесе таза ауада серуен сіздің энергияңызды арттырады. Мергендер, бұл күн сізге жаңа мүмкіндіктер мен жағымды әсерлер сыйлайды. Ең бастысы, ашық болыңыз және өзіңіздің ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Тәуешкі. Тәуешкілер үшін бүгінгі күн сабыр мен табандылықты талап ететін ерекше кезең. Әдетте сіз әр істе мұқият әрі салмақтысыз, ал дәл қазір бұл қасиеттеріңіз екі есе қажет болады. Жұмыс пен мансапта кедергілерге кездессеңіз де, олар сіздің шыдамдылығыңыздың арқасында оңай шешіледі. Қосымша жауапкершілік жүктелуі мүмкін, бірақ бұл сіздің кәсіби деңгейіңізді дәлелдеудің бір жолы. Қаржылық тұрғыда күтпеген шығындар болуы мүмкін, сондықтан қазір ақшаны ұқыпты пайдаланған дұрыс. Жеке өмірде сүйікті адамға қамқорлық таныту маңызды. Сіздің жылы сөздеріңіз қарым-қатынасты бекемдей түседі. Ал жалғыз жүрген тәуешкілер үшін достар ортасында жаңа таныстық тууы ықтимал, ол адам болашақта ерекше рөл ойнауы мүмкін. Денсаулық мәселесінде өз ағзаңызды тыңдаңыз. Соңғы күндері жиналған шаршауды жеңілдету үшін тынығуға уақыт бөліңіз.
Медитация немесе жай ғана тыныштықта болу күш жинауға көмектеседі. Тәуешкілер, бұл күн сіздің тұрақтылығыңызды тағы бір мәрте дәлелдейтін кезең. Қандай жағдай болса да, шыдамдылық пен еңбекқорлықтың арқасында жеңіске жетесіз. Су құйғыш. Су құйғыштар үшін бүгін ерекше ойлар мен шабыттың күні. Сіздің қиялыңыз бен жаңашыл идеяларыңыз айналаңыздағы адамдарды таңғалдырады. Әдеттегідей өзгелердің түсінбейтін ерекше қырыңыз бар, ал бүгін сол қасиетіңіз сізді биіктейді. Жұмыста тосыннан жаңа мүмкіндік тууы ықтимал. Жаңа жоба немесе ерекше ұсыныс сіздің шығармашылық қабілетіңізді ашуға көмектеседі. Егер батыл қадамға барсаңыз, болашағыңызға үлкен инвестиция жасайсыз. Қаржы жағы тұрақты, бірақ үлкен шығынға барудан абай болыңыз. Жеке өмірде су құйғыштар күтпеген романтикалық сәттерге тап болуы мүмкін. Сүйіктіңізбен қарым-қатынасты сергіту үшін тосын сый жасаңыз. Ал жалғыз жүргендерге ерекше бір кездесудің нышаны бар, ол сіздің өміріңізге жаңа леп әкелуі мүмкін. Денсаулық тұрғысынан энергияңыз жоғары, бірақ жүйке жүйесін қорғау маңызды. Әркімнің пікіріне мән бермей, өз ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Жеңіл серуен немесе таза ауада уақыт өткізу сізді тынықтырады. Су құйғыштар, бұл күн өз ерекшелігіңізді дәлелдейтін кезең. Шығармашылық, жаңа идеялар мен жүрекке жақын адамдар сізге шынайы қуаныш сыйлайды. Балық. Балықтар үшін бүгінгі күн жүрек пен жанға тыныштық сыйлайтын күн. Сезімтал табиғатыңыз ерекше оянып, айналаңыздағы адамдардың көңіл күйін бірден байқайсыз. Бұл сізге біреуге қолдау көрсетіп, жүрегін жылытуға мүмкіндік береді. Жұмыста интуицияңыз ерекше күшті болады. Сізді дұрыс шешімге жетелейтін ішкі сезіміңізге сеніңіз. Жаңа бастамаларды қолға алуға қолайлы уақыт, бірақ асықпай, бәрін жоспармен жасаған жөн. Қаржы мәселесінде күтпеген табыс болуы мүмкін, алайда эмоцияға беріліп, орынсыз шығынға жол бермеңіз. Жеке өмірде романтикалық сәттер күтіп тұр. Жұптағы балықтар үшін сүйіктісімен бір-біріне бұрынғыдан да жақындай түсу кезеңі. Ал жалғыз жүргендерге жүректі жаулайтын ерекше кездесу күтілуі ықтимал. Бүгін айтылған жылы сөздер болашақта үлкен маңызға ие болады. Денсаулық тұрғысынан жүйке жүйеңізді қорғау керек. Артық уайымнан арылыңыз, музыка тыңдау, медитация немесе табиғатта серуендеу сізге демеу болады. Балықтар, бұл күн сізге шабыт пен жан тыныштығын сыйлайды. Жүрегіңізді тыңдаңыз, сонда бәрі өз орнына келеді. Міне, достар, бүгінгі жұлдыздардың сыры осындай болды. Әр белгі өзіне лайықты кеңесін алып, алдағы күнін сеніммен бастауға мүмкіндік алды деп ойлаймын. Жұлдыздар бізге бағыт береді, бірақ ең бастысы өз қолымыздағы күш, жігер және дұрыс таңдау екенін ұмытпайық. Егер сізге бүгінгі жорамал ұнаса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыз. Сіз үшін қай белгі көбірек сәйкес келді, соны бөлісіп жазыңыз. Ал жаңа күннің жұлдыз жорамалын жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыз. Алдағы күндеріңіз тек сәттілікке толы болсын.